Ассалаумағалейкум, құрметті оқушылар. Сіздермен бірге АБТ эксперті Шүкір Әлімхан. Біз бүгін мынандай қызықты және жеңіл тақырыпты қарастырамыз. Негізі бұл математиканың ең төменгі 5-6 сыныптағы тақырыптары болып саналады. Жалпы бөлшек тақырыбы. Мен байқаймын, осы дайындыққа келген оқушылардың біраз осы тақырыптардан қиналады. Сол себепті осындай бейнеролик түсіріп қоюды мен мақсат еттім. Оқушылар дайындыққа келген кезде осы видеоны қарап алып, шатасқан жерлерін есіне түсіріп, жалпы дайындықтан күшейтеді дайындықтарын. Тақырып жалпы аралас бөлшекті бұрыс бөлшекке айналдыру және керісінше және бөлшектерді қысқарту бүгінгі тақырыбымыз. Мұқият қарайтын боламыз қазір. Жалпы бар назарларыңызды аударып жақсылап қарап алыңыздар. Бұл тақырыпты білмейтіндер, ұмытып қалған оқушыларға. Ең алдымен қарастыратынымыз аралас бөлшекті бұрыс бөлшекке айналдыру. Жалпы бұл өте жеңіл тақырып болып саналады. Кейбір оқушылардың есінде болса, оларға тіптен қажет емес болуы мүмкін, ал білмейтін оқушылар үшін өте қажет дүние. Жалпы былай істейікпіз. А бүтін Б-дан С деген өрнекті алайық. Мына бүтін бөлігі, мына бөлшек бөлігі. Енді осы аралас бөлшекті бұрыс бөлшекке айналдыру үшін қалай айналдырамыз, қараңыздар. Бөлшек сызығы тұра береді. Бөлшектің бөлімінде Б тұрады. Бүтін бөлігіндегі А-ны бөліміндегі Б-ға көбейтетін боламыз. Және оған алымында тұрған С санын қосамыз. Яғни осылай жасау арқылы біз аралас бөлшекті бұрыс бөлшекке айналдырады екенбіз. Қазір біз бірнеше мысалдар қарастырайық. Мысалдар жеңілден басталады. 2/3-1 деген мысалды алатын болсақ, бөлшек сызығы тұрады. 2-ні 3-ке көбейтсек 6, оған алымындағы 1-ді қоссақ 7, яғни 3-тен 7 деген бұрыс бөлшекті алатын боламыз. Есеп түсінікті болды деген ойдамын. Ары қарай жылжимыз. Дәл осылай қараңыздар тағы да. 4/5-тен 2 деген мысалды алсақ, бөлшектің бөлімінде сан өзгермейді, 5 өзі тұра береді. Мұқият қарап алыңыздар, 4-ті көбейтеміз 5-ке, бүтін бөлігін көбейтеміз бөліміндегі санға. Оған қосамыз алымында тұрған санды, яғни 2-ні. Демек 4 жердегі 5-іміз 20, оған 2-ні қоссақ 5-тен 22 болады екен. Ары қарай кетіп, тағы да осындай мысалдар қарастырамыз. 4/7 жердегі 4-іміз. 7 көбейту 4-іміз 28, оған 3-ті қоссақ 31 бола ма? Демек 4-тен 31 деген жауап алады екенбіз. Ары қарай 12/2-ден 1 деген мысал болса, бөлшектің бөлімінде 2 саны өзгермейді. 12-ні 2-ке көбейтсек 24, оған 1-ді қоссақ 25, яғни 2-ден 25 деген жауап алатын боламыз. Есептер түсінікті болып отыр ма, оқушылар? Жақсылап мұқият қарап алыңыздар. Пауза қойып тұрып қайта қараңыздар, түсініксіз болған оқушыларға, ұмытып қалған оқушылар болса. Ары қарай қазір күрделі түрлеріне өтеміз. Бөлшектің бөлімінде 11 саны тұрады. 5-ті 11-ге көбейтсек 55, оған 7-ні қоссақ 62 бола ма? Яғни 11-ден 62 деген жауап шығады екен. Келесі 9/15-тен 13 болса, бөлшектің бөлімінде 15 саны өзгермейді. 9-ды 15-ке көбейтіп, оған 13-ті қосамыз. 9-ды 15-ке көбейтсек 90, 45, 135, оған 13-ті қоссақ 148 бола ма? Яғни 15-тен 148 деген жауапты аламыз. Және 7-ші мысалымыз 25/8-ден 3 болса, бөлшектің бөлімінде 8 тұрады. 25-ті 8-ге көбейтеміз. Яғни бұл 200 болады, оған 3-ті қоссақ 203. 8-ден 203. Мінекей оқушылар, 7 мысал қарастырдық. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Жақсылап қарап алыңыздар, пауза қойып, жақсылап қарап жазып алыңыздар қажет жерлерін. Ал түсініксіз болған жағдайда видеоны басына қайтып тағы да бір қарап алыңыздар. Жалпы формуласы өте жеңіл. А бүтін Б-дан С деген өрнек болса, бізде аралас бөлшек болса, бөлшектің бөлімінде Б өзгермейді, бүтін бөлігіндегі А бөлімінде Б-ға көбейтіледі және алымда тұрған мына бір С саны қосыла салады. Демек, түсінікті деген ойдамын сіздерге. Осы жерде менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Осы YouTube каналыма тіркеліңіздер және Шүкір төменгі сызықша мәз атауымен Instagram және TikTok парақшаларыма тіркеліп қойыңыздар. Қызықты мәліметтермен бөлісетін боламын алдағы уақытта. Ары қарай кеттік. Енді керісінше бұрыс бөлшекті аралас бөлшекке айналдыру бізде оқушылар. Бізде көп оқушылардың қиналатын, шатасатын осыдан. Енді бұл бізге өте маңызды дүние. Не үшін? Егер біз қандай да есепті шығаратын болсақ, өрнектерді ықшамдасақ, жалпы есептің жауабын тапқан кезде бұрыс бөлшек болса, ұлттық бірыңғай тестілеуде міндетті түрде оны аралас бөлшек түрінде етіп береді бізге, міндетті түрде. Сол себепті оны барлық жауаптарды айналдыру керек. Оны қалай жасаймыз жалпы? Енді бұның идеясы былай: 7/3. Жалпына бөлшек деген бөлу деген мағынаны береді бізге, білесіздер, Мұқият тыңдап алыңыздар, қараңыздар. 7-ні баған түрінде бөлеміз 3-ке. 7-нің ішінде 3 деген сан бізде 2 рет бар. 2 жердегі 3-іміз 6,
7-тен 6-ны азайтсақ 1 қалдық қалады, иә. Енді қараңыздар, мына 2 деген бүтін бөлігі бөлшектің алдына жазылады 2 бүтін. Ал бөлімде тұрған сан ешқашан өзгермейді. 3-тің өзі жазыла береді 2 бүтін 3-тен. Ал қалған мына қалдықты біз алымына жазып қоямыз 1 деп. Яғни 2 бүтін 3-тен 1 деген жауапты алады екенбіз оқушылар. Идея түсінікті ме? 2 бүтін 3-тен 1. Мына жерде мен былай жасайын да қазір өшіріп қайта жазайын. Жазуым сәл білініп кетті. 2 бүтін бөлшектің бөлімде 3 өзгермейді, алымына қалған қалдық 1 жазылады. Дәл осылай 9 бөлу 4 делінсе қараңыздар. 9-ны бөлейік. Так. 9-ды бөлейік 4-ке. 9-дың ішінде 4 деген сан 2 рет бар. 2 жердегі 4-іміз 8, азайтсақ 1 қалдық қалады, иә. Яғни қараңыздар, 2 бүтін бөлшектің бөлімде 4 өзгермейді, қалған қалдық 1 алымына жазылады. 13-ті 5-ке бөлсек, 13-ті бөлейік 5-ке. 13-тің ішінде 5 деген сан 2 рет бар. 2 жердегі 5-іміз 10. 13-тен 10-ды азайтсақ неше болды оқушылар? Әрине 3 болады, иә. Тағы да қайтадан қараңыздар. Мына шыққан 2 деген сан бүтін бөлігіндегі ол бөлшектің алдына жазылады. Одан кейін бөлшек сызғысылады. Ал мына бөліміндегі сан ешқашан өзгермейді, 5-тің өзі тұра береді. Ал мына қалған 3 деген қалдығымыз ол бөлшектің алымына жазылады екен. 2 бүтін 5-тен 3 болады екен аралас бөлшектерінде. Келесі 25-ті 6-ға бөлсек. Так, 25-ті бөлейік 6-ға. 25-тің ішінде 6 4 рет бар. 4 жердегі 6-мыз 24. Азайтсақ 1 қалдық қалады. Яғни 4 бүтін 6-дан 1. Әрине оқушылар, бұны егер сіздер бөлуді ойша жылдам есептейтін болсаңыздар, бұлай баған түрінде бөліп отырмай бірден жасай беруге болады. Мысалы 43-тің ішінде 8 5 рет бар деп қоясыздар. 5 рет бар. 5 жердегі 8-іміз неше? 40. Ал мұнда 43. Демек, бізде артып қалып тұрған сан 3 артып қалып тұр. Яғни 3 қалдығы 5 бүтін 8-ден 3 деп осылай бірден жылдам айналдырып кете берсеңіздер болады. Біз жаңа қиналатын оқушылар үшін ашытпай шығару жолымен көрсетіп бердім. Түсінікті деген ойдамын. Әрі қарай жылжимыз. Енді сәл күрделірек есептерін қарайық. 57 бөлу 10 дегенді ауызша оңай есептеуге болды. Өйткені 57-ні 10-ға бөлу бізде қиын емес. 57-нің ішінде 10 саны 5 рет бар. Бөлшектің бөлімінде 10 өзгермейді. 5 жердегі 10-ымыз 50 болса, оны 57-тен азайтсақ 7 қалдық қалады. Яғни алымда қалған сан бөлімнің кішкентай болып қалуы шарт бізде, иә. Ары қарай 89-ды 12-ке бөлсек оқушылар, қараңыздар. 89-ды бөлейік 12-ке. Енді мысалы мен 5-тен берсем, бұл 60 болады. 6-тан берсем 72 болады, иә. Ал 7-тен берсем 84 деген санды аламыз. Ары қарай 8-ден берсек асып кетеді. Демек, бұл жерде 7-тен беріледі екен. 7-ні 12-ге көбейтсек 84, азайтқан кезімізде 5 қалдық қалады. Демек, 7 бүтін 12-ден 5 деген жауапты алады екенбіз 7-ші мысалда. Есеп түсінікті болса ары қарай кеттік. 107-ні 15-ке бөлейік. 107-ні бөлейік 15-ке. 107-нің ішінде 15 саны неше рет бар? Так, 6 рет десек 90 болады, яғни 7 рет бар екен. 7 жердегі 5 баған түрінде бөлу естеріңізде шығар, иә? 7 жердегі 5 35, 5 жазылады, 3 ойда. 7 жердегі біріміз 7, ана ойдағы 3-ті қоссақ 10 болады. Демек 105 шығады, иә? Азайтқан кезде 2 қалдық қалады. Демек 7 бүтін 15-тен 2 деген жауап алады екенбіз. Келесі, мынаны ауызша орындауға болды, өйткені 10, 20 сандарына бөлу ыңғайлы, жеңіл. Бізде 253-тің ішінде 20 деген сан 10 2 рет бар, иә? 12-ні 20-ға көбейтсек 240 болады. Ары қарай 13 қалдық қалады, яғни 12 бүтін 20-дан 13 деген жауап шығады екен. Дәл осылайна 412-ні 25-ке де ауызша бөлуге болады. Жалпы 100-дің ішінде 25 деген сан 4 рет кездеседі. Ал 400-дің ішінде 4-4-тен 16 рет кездеседі. Немесе баған түрінде бөлсеңіздер де болады. 16 бүтін 25-тен 12 қалдық қалып қояды ар жағында. Немесе сіздерге көз жеткізу үшін баған түрінде де бөліп көрсетейік. 412-нің ішінде 25 деген сан неше рет бар? Қараңыздар. Өтірік айырып аламыз. 41-дің ішінде 25 деген сан 2 рет бар. То есть 1 рет бар. Бір жердегі 25-іміз 25. 41-ден 25 азайтсақ 16 бола ма? Мұнда 2 түседі. Енді бұның ішінде 6 рет бар. 6 жердегі 25-іміз бізге 150-ді береді. Азайтқан кезде 12 қалдық қалды екен. Яғни 16 бүтін 25-тен 12 деген жауапты алады екенбіз. Есеп түсінікті болды деген ойдан пауза қойып тұрып асықпай қарап алыңыздар. Түсінікті болған кезде ғана ары қарай жылжыңыздар міндетті түрде. Мынау қазір біз айтқан екеуі, яғни араласта бұрысқа айналдыру, бұрыста араласқа айналдыру есептерде өте көп қолданылады. Бұл түсінікті болса ары қарай жылжайық.
Келесі бізге өте қажет дүниелердің бірі бөлшектерді қысқарту. Өйткені біз есепті шығарған кезде біздің бөлшегіміз қысқартылатындай болып қалса, оны ұбт жауаптарында, жауап нұсқаларында міндетті түрде қысқартып береді. Енді кейбір жағдайда ғана қысқартылмай беріледі. Ол қашан десеңіздер, ол көп жауапта біреуінде қысқартылып берілсе, біреуінде қысқартылмай беріледі. Ал қалған бір жауаптылардың енді 100% деп айтпайын, 99-да 9% жағдайында қысқартылып беріледі міндетті түрде. Сол үшін қысқартуды мұқият қараймыз. Енді жеңілінен бастадық мысалдарды. Мұнда 6-дан 4 деген санды алсақ, жалпы бөлшекті қысқарту деген не? Бөлшекті қысқарту дегеніміз оның алымы мен бөлімін бірдей санға бөліп жіберу деген сөз. Былайша айтқан кезде, мысалына 6-дан 4 деген бөлшекті алатын болсақ, қараңыздар, 6-дан 4. Бұның алымы да бөлімі де 2 деген санға бөлінеді. Яғни 4-ті 2-ге бөлсек 2 шығады, 6-ны 2-ге бөлсек 3 шығады. Яғни осы қысқарту деген, біз оны қысқашарақ етіп былай жасаймыз. 2-ді 2-ге бөлінеді, 4-ті 2-ге бөлсек 2 қалады, 6-ны 2-ге бөлсек 3 қалады деп 3-тен 2 деп бірден жазып осылай үйренгенбіз. Келесі мысал, 12-ден 9 саны. Қараңыздар, 2-ді қандай санға бөлінеді? 3 деген санға бөлінеді. 9-ды 3-ге бөлсек 3 қалады, 12-ні 3-ге бөлсек 4 қалады. Демек бізде 4-тен 3 деген жауап болады екен. Келесі үшінші мысалды қарайық. 20-дан 15. Енді бұл сандар сіздерге бірден таныс болды. 2-ді 5-ке қысқаратын сандар, яғни 2-ді 5-ке бөлінеді. 15-ті 5-ке бөлсек 3 қалады, 20-ны 5-ке бөлсек 4 қалады. Яғни шатасып кетпеңіздер, міндетті түрде екеуін бірдей санға бөлу шарт бізде. Демек жауап неше болды екен? Бұл жерде 4-тен 3 деген жауап шығады екен. Келесі есептен қараңыздар. 18-ден 24. Осы жерге келген кезде біраз оқушылар шатасып қалу қаупі бар. Мысалы, негізі мен білетін болсам, бұны бірден 6-ға қысқартамын. 18-ді 6-ға бөлсем 3 болады, 24-ті 6-ға бөлсем 4 болды. Бұның да жауабы 4-тен 3 шығады. Ал енді қараңыздар да, егер біз осы есепті мысалы шатасып кетіп, оны 6-ға қысқаратын байқамай қалсақ, бірінші біз 2-ге қысқартып алсақ та болды. Яғни 2-ге қысқартсам 9, 2-ге қысқартсам 12 деп алсам болды. Ары қарай одан кейін бұларды тағы қысқарта берсек болады. 2-ді 3-ге бөлінеді, 3-ге бөлсек 3, 3-ге бөлсек 4 десек, 4-тен 3 деген жауап еш қорқынышсыз шыға салады екен. Яғни қорқудың керегі жоқ оқушылар бұл жерде. Бірден табатын оқушылар да бар, біртіндеп бар табатын оқушылар да бар. Екеуінен бірдей нәтиже шығады. Сол себепті ешқандай қорқудың, қобалжудың керегі жоқ. Есепті көп шығарған сайын дами бересіз және оны тез қысқарту жолдан үйренесіз. Мына есептерді қазір байқасақ, бұл есеп бірден 12 санына қысқарады. 24-ті 12-ге бөлсек 2 болады, 36-ны 12-ге бөлсек 3 болады. Яғни 3-тен 2 деген жауап шығады. Ал енді басқаша жағдайда ше, мысалы 24 бөлу 36 дегенді алайық. Мысалы қаншаға ойыңызға келуі мүмкін? 2 ойыңызға келуі мүмкін, 3 келуі мүмкін, немесе 4 келуі мүмкін деген сияқты. Мысалы айталық 4 кеп қалды ойымызға дейікші. Мынаны 4-ке бөлсек 6 болады, мынаны 4-ке бөлсек 9 болады. Енді қарап тұрсақ 6 мен 9 екеуі де 3-ке бөлінетін сандар. 3-ке бөлсек 2 болады, 3-ке бөлсек 3 болады. Сонда бөлімінде 3, алымында 2 деген, яғни 3-тен 2 деген жауапты алады екенбіз оқушылар. Келесі 35 бөлімінде 56. Енді бұл жерде көбейту кестесін жатқа білетін оқушыға өте жылдам. Мысалы 35 бізде ол 1-ге бөлінеді, өзінен бөлінеді, одан бөлек 5 пен 7-ге бөлінеді. Енді соның астында тұрған 56, яғни бөлімде тұрған 56, осы сандардың ішінде тек қана 7-ге бөлінетінін білеміз біз. 7 жердегі 8, 56 бізде. Демек біз екеуін де 7-ге қысқартамыз. 7-ге қысқартсақ 5, 7-ге қысқартсақ 8. Демек 8-ден 5 деген жауапты алады екен біз оқушылар. Келесі есепті қараңыздар. 60-тан 45. Мысалы көп жағдайда бірден нешеге қысқаратын табу қиындау болады. Сол кезде былай жасасақ міне. 60-тан 45-ті бірден енді біз 5-ке қысқаратын білеміз ғой. 5-ке бөлсек 9 болады, 5-ке бөлсек 12 болады. Енді байқасақ бұл 9 бен 12 3-ке қысқарады бізде. 3-ке қысқартсақ 3, 12-ні 3-ке қысқартсақ 4 болады екен. Демек 4-тен 3 деген жауап қалады екен оқушылар. Демек қараңыздар, біз не істедік? Бір рет 5-ке, бір рет 3-ке қысқарттық. Демек бізде 5 көбейтушіміз 15 па? Демек бұл бірден 15-ке қысқарады деген негіз байқай алсақ. Мынаны 15-ке бөлсек 3, 15-ке бөлсек 4, яғни сол 4-тен 3 деген жауапқа жетеді екен біз оқушылар бұл жағдайда. Есептер түсінікті болды ма? Осы жерден асықпай жақсылап қарамаңыздар, біз ары қарай жылжимыз, әлі күрделі түрлері бар. Келесі, мына 10-ға дейін қарайық, оның ар жағында тағы да ерекше түрлер бар бізде. Міндетті түрде қараңыздар, соңына дейін 180-нен 120. Енді бұл жерде оқушылар біз бірінші ойымызға келетіні екеуін де 10-ға қысқарту, екеуі де 10-ға бөлінеді. 10-ға бөлсек 12, 10-ға бөлсек 18. Ары қарай енді бұл 2 сан 6-ға бөлінеді. 6-ға бөлсек 3, 6-ға бөлсек 2. Демек 3-тен 2 деген жауапты алады екенбіз оқушылар. Келесі
225-тен 75. Енді бұл жерде бірден байқалып тұр, екеуі де 25-ке бөлінеді. Мынаны 25-ке бөлсек 3 болады. Мынаны 25-ке бөлсек, так, 100-дің ішінде 4 рет, 8, 9 рет болады екен. 9-дан 3. Мәселен қараңыздар, бұл 9-дан 3 деген сан ары қарай тағы да 3-ке қысқарады екен. Яғни оқушылар, біз бірден жаза бермей, осылай бірінші жазып, одан кейін тағы қысқартсақ болады да. 3-ке бөлсек 1, 3-ке бөлсек 3, демек 3-тен 1 деген жауап шығады екен. Шынымен бұл есепті басынан қарайтын болсақ, бұл есеп, так, бізде бірден 25-ке қысқаруы мүмкін екен. Мұнда мен есептерді бірнеше рет копиялағам, қарасаңыздар, қазір басқа да жолдармен қарап көреміз. Мысалы 144 пен 216 дегенді алайықшы. Так, бұл нешеге қысқарады? Так, 144 пен 216 деген. Так, маған пока ой келмей қалды. 4-ке бөлінгіштік белгісін байқап тұрмын. Екеуі 4-ке бөлінетін сандар екен. Осы жерде сіздер 4-ке бөлінгіштік белгісін білесіздер ме? 4-ке бөлінгіштік белгісі бізде берілген санның соңғы 2 цифрынан құралған сан бар ғой. Мұнда мысалы 16 тұр ғой бізде. 16 4-ке бөліне ме? Демек 216-да 4-ке бөлінеді. 44 4-ке бөліне ме? Демек 144-те 4-ке бөлінеді екен оқушылар бізде. 216-ны 4-ке бөлсек бізде 54 болады. 4-ке қысқартсақ 54. Так, дұрыс болды. Алымын 144 4-ке қысқартатын болсақ, так, 72 36 болады. Ары қарай 36 мен 54 мен енді 9-ға қысқаратын байқаған сияқтымын. 9-ға қысқартсақ 4 болады. 9-ға қысқартсақ 6 бола ма? Жақсы. Ары қарай бұл 4 пен 6 сандары бізде 2-ке қысқарады. 2-ке бөлсек 2, 2-ке бөлсек 3, демек 3-тен 2 деген сан шығады екен оқушылар. Яғни осылайша біз тауып алсақ болды бірте-бірте. Ал енді біз өте мықты болсақ, оның бірден нешеге қысқаратын білсек, тіптен керемет оқушылар. Мысалы қараңыздар, 180 мен 120 60-ға қысқарады негізінде біз білсек. Так, мен маркердің түсін ауыстыра салайын. 60-қа қысқарады, яғни 120-ны 60-ға бөлсек 2, 180-ді 60-ға бөлсек 3. Жетіп 3-тен 2 деген жауапты бірден табуға болды. Ал жоғарыда біз не істедік? Асықпай табу жолын көрдік. Мұнда асықпай бірінші 10-ға көрдік, одан кейін 6-ға көрдік, солай қысқарттық. Бірақ екеуінен бірдей жауап шығып тұр. Келесі 225 пен 75 бірден 75-ке қысқарады. 75-ті 75-ке бөлсек 1, 225 75-ке бөлсек 3, демек 3-тен 1 деген жауапты алады екен біз оқушылар. Және 144 пен 216 сандар ал бірден байқай алсаңдар, мықты болсаңдар, егер 72-ке қысқаратын байқауға болды. Мұндан 72-ке бөлсек 2, 72-ке бөлсек 3 болады. Яғни 3-тен 2 деген жауап бірден келіп шығады. Байқадыңыздар ма? Жоғарыда тұрған 8, 9, 10 мысалдар мен төменде тұрған 8, 9, 10 мысалдардың жауаптары бірдей болды. Ана жоғарыдағысында біз асықпай біртіндеп қысқарттық, төмендегісінде бірден қысқарттық. Әрине төмендегісіне үйрену оңай дүние емес жалпы. Сол үшін сіздер жоғарыдағыдай біртіндеп ойларыңызға келгенімен бірте-бірте қысқарта берсеңіздер де жауапқа жетіп алатын боласыздар. Ары қарай бізде күрделілер алдында күтіп тұр. Енді былай, көбейтінді түрінде берілгенді алайық, қараңыздар. 3 көбейту 5 бөлімінде 5 көбейту 7 болса, мұнда біз бірден 5 пен 5-ті қысқартсақ болады, 5-ке бөлінеді, 1 қалады орында. 3 жердегі біріміз 3, 7 жердегі біріміз 7 деген жауапты алады екен біздің есепте. Келесі, екінші мысалда қараңыздар. Алымында тұрған кез келген сан мен бөлімде тұрған кез келген санды қысқартуға болды. Әрине тек аралары көбейту болса, я. Мұнда 9 пен 9 қысқарады, екеуінде орында 1 қалады. Және 4 пен 4 қысқарады, екеуінде орында 1 қалады. Демек, алымында 2 көбейту 1 көбейту біріміз 2-ні береді, бөлімінде 1 5-іміз 5-ті береді. Бұдан 5-тен 2 деген жауап шыға келеді екен оқушылар. Келесі үшінші мысалда қараңыздар. 11 мен 11 бірдей болып тұр, қысқарып кетсе орындарында 1 деген сан қалады. Яғни 8 бөлі 13 немесе 13-тен 8 деп оқимыз бізде. Келесі төртінші мысалды қараңыздар. 4 пен 8-ді 4-ке қысқартсақ 1, 8 4-ке бөлсек 2. Яғни мұқият шатасқан болса бірден жазбаңыздар. 5 пен 15 5-ке қысқарады. 5-ке бөлсек 1, 5-ке бөлсек 3. Алымында 3, бөлімінде 2 деген сандар қалды бізде. Ары қарай біздің аралас бөлшекке айналдырсақ, 3-тің ішінде 2 саны 1 рет бар, бөлімінде 2 тұрады. Бір жерде 2-міз 2, мұнда 3 шығу үшін 1 қалып тұр. Яғни 1/2-ден 1 деген жауапты алдық. Керемет. Ары қарай 5-ші мысалды қараңыздар. 7 мен 14 бірден көзге түссе де, екеуі де 7-ге қысқарады. 7-ні 7-ге бөлсек 1, 14 7-ге бөлсек 2. 3 пен 9 3-ге қысқарады. 3-3-ге бөлсек 1, 9 3-ге бөлсек 3. Демек, алымы 2 жердегі 3-іміз 6, бөлімі 1 жердегі 1-іміз 1. Ал 6-ны 1-ге бөлген кезде біз 1 шығатын жақсы білеміз оқушылар, я? Ары қарай. Тағы да күрделі есептер. Алда бізде бұдан да күрделісі бар. Мұқият қараңыздар соңына дейін.
Так, қараңыздар, мұнда бірден менің көзіме түскені 6 мен 12 сандары. 6-ға қысқартсақ 1, 6-ға қысқартсақ 2. Сосын көзіме түскені 5 пен 25. 5-ке қысқартсақ 1, 5-ке қысқартсақ 5 қалады, е. Ары қарай 5 пен 10 сандарын қысқартсақ, қараңыздар, 5-ке қысқартсақ 1, 5-ке қысқартсақ 2. Енді бізде не қалды? Алымында, так, осы жерде 1 жазбасақ та болады, немесе 1-ден қысқартсақ та болады. Мына 2 мен мына 2-нің көбейтіндісі бізге 4-ті береді, оны 4-мен қысқарып кетеді, яғни орында 1 қалады. Демек, алымы да, бөлімі де 1 болды. Демек, бұл есептің жауабы 1 шығады екен оқушылар бізде. Түсінікті ме идеясы? Так, келесі 7-ші мысал қараңыздар. 18 мен 9 бірден көзге түсті. 9-ға қысқарады. 9-ға бөлсек 1, 9-ға бөлсек 2. Ал 16 мен 24 8-ге қысқарады. 8-ге бөлсек 2, 8-ге бөлсек 3. Демек, 3-тен 4 деген жауапты аламыз. Бұны осылай қалдыруға да болды, бірақ аралас бөлшекке аударсақ 4-тің ішінде 3 саны 1 рет бар, бөлімінде 3 тұрады, ал қалған 1 қалдық, ал мына жазылып қояды. Дәл кеттік оқушылар, 8-ші мысал, күрделірек уже. Так, бірінші тағы да көзіме түскені 14 пен 21-дің 7-ге қысқаратыны. 7-ге бөлсем 2, 7-ге бөлсем 3. Ары қарай 30 пен 45-дің 15-ке қысқаратыны. Мәссаған ойға келе бермейтін және ойға түсіп қалды ғой. 15-ке қысқартсақ 2, 15-ке қысқартсақ 3 болады екен. Және 18 пен 36 бізде нешеге қысқарады? 18-дің өзіне қысқарады. Мұнда 1, мұнда 2 қалады. Енді қараңыздар, осы жерден біз дәлше тағы қысқартыламыз. Мына алымында тұрған 2-нің біреуі мен бөлімінде 2-нің біреуі кетеді. Орындарында 1 қалады. Дәл осылай алым мен бөлімінде 3-тер кетсе, орында 1 қалады. Демек, алымында 1, 2-нің көбейтіндісі 2-ні береді, бөліміндегі 1-лердің көбейтіндісі 1-ді береді. Ал 2-ні 1-ге бөлсек 2 деген жауапты алады екенбіз біз. Есеп түсінікті болып жатыр деген ойдамын оқушылар, асықпай қарайсыздар. Так, енді мұнда 120 мен 180, мәселен қараңыздар, енді бағанағы нәрсе ойға бірден келсе керемет қой. Жаңа бұдан алып есепте көргенім есіме түсіп қалды да, екеуін 60-қа қысқартқым келіп тұр ғой мен қазір. 60-қа бөлсем 2, 60-қа бөлсем 3 болады екен. Так, ары қарай 50 мен 78-ті біз 25-ке қысқартсақ 2, 25-ке қысқартсақ 3 болады екен. Бізде не қалды? Алымында 2 көбейту 3, бөлімінде 2 көбейту 3, яғни байқасаңыздар 2 мен 2, 3 пен 3 қысқарады, бізде 1 деген санымыз қала қояды екен. Жақсы, ары қарай кеттік оқушылар, 10-ші есеп. 5 пен 15 көзге түсті. Бірден 5-ке қысқарса 1, 5-ке қысқарса 3 болады екен. Содан кейін көзге түскен 24 пен 42. 24-ке қысқарса 1, 48, 24-ке қысқарсақ 2 болады екен. Одан кейін көзге түскен 63 пен 42. Бұл екеуді 7-ге қысқаратын сандар. 7-ге бөлсек 9, 7-ге бөлсек 6 болады. Сол кезде бізде не қалған? Біз бір жазылға қараңыздар. Так. Бізде не қалды осы жерде оқушылар? Бөлшек. Алымында 2 көбейту 9 көбейту 1. Бөлімінде 3 көбейту 1 көбейту 6. 3-ке қысқартсақ 1, 3-ке қысқартсақ 1. То есть 3 қалады, 3-ке бөлсек. Ары қарай 3-ке қысқартсақ 1, 3-ке қысқартсақ 2. 2 мен 2 кетсе, орындарында 1 мен 1 қалады. Яғни алымы да 1, бөлімі де 1 болса, екеуі де 1-ге тең болады екен, оқушылар. Ары қарай жылжиық. Ерекше жағдайға өтпей тұрып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер оқушылар. YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап қойыңыздар, және колокольчик, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, жаңа видео жарияланған кездері сіздерге хабарлама барып тұратын болады, және достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ал төменде менің Instagram және TikTok парақшаларым, екеуіне тіркеліп кетсеңіздер, қызықты мәліметтермен бөлісетін болам, және менің оқушыларымның жетістіктерімен танысасыздар, және қызықты контенттер сіздерді күтеді. Жақсы, ары қарай жылжиық. Енді бізде мынандай ерекше жағдай бар. Көп оқушылардың жалпы қате кететін есебі. Ескерту, есіңізде болсын. Қосу немесе азайту амалы тұрғанда жеке сандарды үстінен сызып қысқартуға болмайды. Мен ең жек көретін қателіктердің біреуі. Жалпы бұндай қателікті жасағаннан кейін математик емес деп санайтын ше. Яғни былай қысқарту болмайды бізде, қараңыздар. Арасында плюс минус тұрма. Мысалы 5 пен мен 5-ті былай қысқартатын болсам, ол өте ұятты тірлік болып қалады. Сол үшін олай жасамауымыз керек оқушылар біз. Бұл дұрыс емес бізде. Ал енді дұрыс жағдайы қалай болады бізде? Оны былайша жасаймыз, қараңыздар. Оны былайша жасаймыз. Бөлшек сызығын сызып қоямыз. Бізде ортақ көбейткіш деген дүние бар. Алымында тұрған 2 көбейткіштері 5 деген сан бар. Екеуінен де 5-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Сол кезде біріншісінде 7 плюс екіншісінде 3 қалады екен. Ал бөлімдері тура осылай 5-ті жақшаның сыртына шығарсақ, бөлімінде жақшаның ішінде 12 минус 2 деген сан қалады екен. Демек, 5 көбейту алымында 10,
Бөлімінде де 5 көбейту 10. 5 пен 5, 10 мен 10 қысқарса орындарында 1 сандары қалды, жалпы нәтиже 1-ге тең болады екен. Есеп түсінікті болды деген ойдамын. Бір қарап алыңыздар, түсінікті болса ары қарай жылжайық. Келесі мысалымызда оқушылар қараңыздар. Екеуінде де 18 деген сан бар алымында, иә. 18 жақшаны сыртына шығарсақ, біріншісінен 4 минус екіншісінен 2 қалады. Қайтадан жақшаны ашқан кезде мынаның өзі шығатындай болу керек. Яғни 18 көбейту 4 минус 18 көбейту 2. Ал бөлімнен 9 шығарсақ, 5 плюс 1. Енді мұнда 18 көбейту 2 айырмамыз, ал қосындымыз 9 көбейту 6 болды бөлімінде. Ары қарай 9-ға қысқартсақ 1, 9-ға қысқартсақ 2, 2-ге қысқартсақ 1, 2-ге қысқартсақ 3, демек 3-тен 2 деген жауап шыға келеді екен мына есебіміздің. Есеп түсінікті болды деген ойдамын. Енді мына бір үшінші мысалға мұқият қараңыздар. Бізде көп оқушылардың қателесетін тағы бір жері. Бөлімінде 15 деген сан екеуінде де бар, иә. Енді біріншісінен 14 минус екіншісінен 4 деген сандарды алатын болсақ. Алымында ше, алымына да екеуінде ортақ бөлгіш 15. Бізде көпшілік осы жерге 15 дейді, жақшаның ішіне 9 дейді, не істерін білмей ары қарай жақшаны жауып қояды, яқтан 15 шығып кетсе дым қалмайды ғой деп. Оқушылар қараңыздар, ең үлкен қателік осы жерде. Бізде мына 15 шығып кетсе, оның орнында плюс 1 міндетті түрде қалу керек. Себебі жақшаны ашқан кезде 15 көбейту 9 плюс 15 көбейту 1 деп қайта көбейтілуі шарт, иә. Демек, бөлшектің алымында 15 көбейту 10, бөлімінде тоже 15 көбейту 10. 15 пен 15, 10 мен 10 қысқарса, демек нәтиже 1-ге тең болады екен, иә. Ары қарай кеттік. Төртінші мысалымызда алымынан жақшаның сыртына 16 шығарсам мен 32-ден 16 шығарсақ 2 қалады. Көбейту 5-і бар. Минус алдымызда 3-і бар, иә, екіншісінен 16 шығып кеткен болса. Ал бөлшектің бөлімінен 16 санын шығарсақ 9 плюс 5 деген сан шығады екен. Енді алымында 16 көбейту 2 жерде 5-іміз 10, 3 азайтсақ 7 болады. Бөлімінде 16 көбейту 9-ға 5-ті қоссақ 14 болады. 16 мен 16 қысқарса орындарында 1 қалады, ал 7 мен 14 7-ге қысқартсақ 1 мен 2 қалады. Яғни 2-ден 1 деген нәтижені алады екенбіз, оқушылар. Жақсы. Есеп түсінікті болды деген ойдан асықпай қараңыздар, паузаны бастырып жазып алыңыздар, және мына әдісті ескертуді міндетті түрде жазып қойыңыздар және ұмытпаңыздар, иә. Жақсы оқушылар, сіздермен бірге болған 14 жылдық тәжірибесі бар ОБТ эксперті Шүкір Әлімхан, математикадан және мат сауаттылықтан оқушыларды ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындаймын. Авторлық жеке методикам бойынша каналыма тіркеліп кетіңіздер, Instagram, TikTok каналдарыма тіркеліңіздер. Мұнда төменгі көрсетілген парақшада Instagram, TikTok парақшаларым белгіленген. Тіркеліп кетсеңіздер, жаңалықтармен, қызықты мәліметтермен бөлісетін боламын. Барлықтарыңызға сәттілік.